Баршаңызға қайырлы күн. Бүгін сіздермен ерекше әрі жұмсақ пахлава дайындаймыз. Ол үшін бізге май, ұн, жұмыртқа, қаймақ, қосытқыш қажет болады. Ең алдымен табамызға ұнымызды салып, майымызды ұнға аунатып отырып, теркадан жақсылап өткізіп аламыз. Май мен ұнды жақсылап ұсақталғанша, майымыз ұнмен біріккенше жақсылап араластырамыз. Ұсақталған массамыздың үстіне жұмыртқаның сарысын, 2 ас қасық қаймағымызды салып, орташа жұмсақтықта қамыр илейміз. Иленген қамырымызды жарты сағат холодильникке саламыз. Сол аралықта начинкасын дайындаймыз. Ол үшін ұсақталған жаңғақтың үстіне 3 жұмыртқаның ағын, шекерімізді салып, жақсылап бір келкі масса болғанға дейін араластырып дайындап аламыз. Холодильникте қамырымызды 2 бөлікке бөліп, қамырымызды жұқа қылып жайып аламыз. Қамырымызды жайып дайындап алдық, енді начинкасын саламыз. Дайын начинкамызды 2 бөлікке бөлеміз. Бір бөлігін жайылған қамырдың үстіне салып, жақсылап бір келкі бүкіл қамырдың үстіне жайып шығамыз. Қамырымызды кеспенің қамырын орағандай, сол сияқты үстін қатты баспай жақсылап ораймыз. Оралған қамырымыздың үстіне жұмыртқаның сарысын жағып, ұсақталған жаңғағымызды сеуіп шығамыз. Қамырымызды бөліктерге бөліп аламыз. Өз қалауларыңызша 3 бұрыш немесе 4 бұрыш етіп кессеңіздер болады. Кесілген қамырларымызды алдын ала қызып тұрған пеште 180 градуста 30-35 минут пісіріп аламыз. Біздің жұмсақ пахлавамыз дайын. Сіздер де үй жағдайында жасап көріңіздер. Менің каналыма тіркеліп, лайк басып, комментарий жазуды ұмытпаңыздар. Ас болсын.